Еліміздің кез келген азаматы жеке кәсіп ашып, оны ресми тіркеуге құқылы. Бір жақсысы қазір бұрынғы қағазбастылықта шектен тыс құжат талап ету мәселесі де жоқ. Тек кейбір шарттары қатаң сақталуы тиіс. Ашу кезінде ешқандай кедергі жоқ. Ашу құқығы әр азаматтың. Ашқысы келсе, ол заңда шектелмеген жағдайларда онда ашуға болады. Мысалы, сіздің қарыздарыңыз болса, салықтық қарыздарыңыз болса, жеке тұлға ретінде, онда әрине сізге жеке кәсіпкерлік ашу қиындау болады. Өйткені сіздің әлі мемлекеттің алдында, салық органдарының алдында, басқа тұлғалардың алдында қарызыңыз бар. Жеке кәсіпкер жылына 2 рет салық есебін тапсыруға міндеттеледі. Ал табысының көлемін жасырып, көлеңкелеп бизнес жүргізу заңға қайшы дейді сала мамандары. Мысалы, келісімшарт ИП бір жауапкершілік шектеулік серіктестікпен келісімшартқа отырады. Мысалға, келісімшартқа отырды, жаңағы ақша түсті. Мысалы, қомақты ақша түсті дейміз. Жаңағы жеке кәсіпкер ең минималды түрдегі пайда көзін көрсетеді. Енді екінші тарап өзінің қанша ақша жіберді, өйткені оған қанша ақша кеткені, яғни көрсетілгені дұрыс. Өйткені ол ақшаның есебі болады ғой. Олар егерде сол ақшаны көрсеткен жағдайда екінші жақ көрсетпей қалса, онда мысалға әкімшілік жазаға тарту әбден мүмкін. Жеке кәсіпкер жыл бойы түскен пайданың 10%-ін салыққа төлейді. Ал егер жеңілдік қарастырылса, 6 ай сайын табысының 3% ұсталады. Ескеретін жайт, жеңілдік берілген жеке кәсіпкердің қарамағындағы қызметкерлер саны 25-тен аспауы шарт. Ал бұл санатқа жатпайтын кәсіп иелеріне 100 адамға дейін жұмыспен қамтуға рұқсат етіледі. Жеке кәсіпкер уақытша жұмысын тек қана 3 жылға ғана тоқтатылады. 3 жыл уақыт өткеннен кейін жеке кәсіпкерлердің жұмысы автоматты түрде іске қосылады. Егерде 3 жылдан кейін жаңағы жеке кәсіпкер ешқандай кіріс табыс көзі болмаған жағдайда, онда салық есептілік көрсеткіштерін 0-мен көрсететін болады. Халық арасында жеке кәсіпкерлік өкілеттігін тоқтату процесі қиын және ұзақ уақыт алады деген пікір қалыптасқан. Алайда соңғы жылдары енгізілген өзгерістер мұндай ауыртпалықтарды болдырмаудың алдын алады дейді арнайы қызмет өкілдері. Жеке кәсіпкерлер ретінде есебінен шығарып тастау үшін 2 жол бар. Жаңағы оңайтылған жол және де екіншісі камералдық бақылау арқылы. Камералдық бақылау арқылы жүзеге асырылатын жаңағы жеке кәсіпкерлер, олар қосылған құн салығы бойынша тіркеуде тұрған салық төлеушілер және де жекелеген қызмет түрлерін қолданатын салық төлеушілер камералдық бақылау арқылы жабылады. Жеңілдетілген түрін айтатын болсақ, онда салық төлеуші орналасқан жері бойынша салық төлеушінің есептен шығарып тастау туралы өтінішімен қоса тарату туралы есебін салық органына тапсыруға қажет болады. Бірақ оның шарты бар. Егер сіздің өтелмеген міндеттемелеріңіз болмаса, яғни төленбеген салықтарыңыз, әлеуметтік төлемдер толық төленіп тұрса, мемлекеттің белгілеген уақытында салық органдарына есептеріңіз беріліп тұрса. Егер сіздің жұмысыңызда ешқандай сол жағынан ақаулық болмаса, таза болсаңыз, онда сіз жеңілдетілген тәртіппен де жаңағы жеке кәсіпкерлікті тіркеуден шығара аласыз. Кәсіппен айналысып, нәсібін табамын деген азаматтарға мемлекет тарапынан түрлі қолдау бар. Соның нәтижесінде бүгінде республика бойынша 1 240 925 жеке кәсіпкер ресми тіркеліп, жұмыс істеп тұр. Олар өткен жылдың соңғы 9 айының көрсеткіші бойынша 43 миллиард теңге салық төлеген.